шығындар қазір біз жұмыстар толық бүтін күтік, шығындар есептелсін, базар басшысы мен кәсіпкер арасында келіссөздер жүргізіледі. Бұл жерде айтып беретін мәселе, ешқандай да кәсіпкер назардан тыс қалмайды. Бұл бізде бақылауымызда болады. Жалыны енді сөндірілген аймаққа өте алмаған кәсіпкерлер тауарларының түгелдігіне күмәнданды. Сатушылар тек сырттан бақылап тұрды. Бізде столовыйдың бәрі өртеніп кетті. Құрал жабдықтардың бәрі аман ба, аман емес пе, қазір білмейміз, не қалды, не өртеніп кетті. Бізді неқта өткізбей жатыр. Қазір біле алмай жатыр, іште не отқан. Неқта бәріміз жылап тұрмыз. Енді білмеймін, оған кім жауап береді, бұл нәрсе шығындардың бәрін кім өтейді. Қазір бәріміз уайымдап тұрмыз, әлі көре алмай жатыр. Ойлап қалдым да, жүгіріп далаға шыққаным сол, лап ете қалды. Түсінбей қалдым өзімде, расын айтқанда түсінбей қалдым. Шығындалғанын білмейміз, әлі ішке кірген жоқпыз, көрген жоқпыз, ештеңкені білмейміз. Бұл кісі под вопрос болып тұр. Ар жағында көршілер полный шығындалды. Ар жақта көршілер шығындалды, мен жақтан қайтты. Оны қазір сотрудник нелерін бәрі рұқсат берген екен, кіріп көріп, одан кейін белгілі болады. Қалалық төтеншеліктердің айтуынша, бұл базарда бір ай бұрын өртке қарсы рейдтік шаралар жүргізілген. Апат айтып келмейтіні белгілі. Тілсіз жаудың бетін қайтару үшін 80-ге жуық қызметкерлер қатысыпты. Хабарлама 11:25-те келіп жетті. Өртке 24 бірлік техника, 76 қызметкер жұмылдырылды. Және департамент полициясы қызметкерлерін 119 қызметкер оцепление орнатылды. Бір ай көлемінде өртке қарсы шамалар жүргізілді. Бұл сайтта біздің департамент қызметкерлері тексеру жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл бойынша ұйғарым табысталған болатын. Бұзушылықтар жою бойынша ұйғарымдама берілген. Бүгінгі өрттің себебі неден шықты? Бұл өрттің себебі қазіргі таңда анықталуда, болжам бойынша айтамаймыз. Және де материалдық шығындардың қанша кеткені бойынша, ол бойынша кешірек өзіміздің берілген уақытымыз бар, соған шақырып жүргізіледі. Айта өтейік, табиғи апаттың салдарынан 2 дүкен түгелдей жанып кетті. Бір қуантарлығы жапа шегіп, жарақаттанғандар жоқ. Алайда кәсіпкерлердің біраз тауарлары өртке оранып, шығындалып қалды. Аида Өтеп, Талғат Әбдінәбиев, Олжас Құдайбергенов, арнайы уақыт телеарнасы үшін.